Орталық Азияға көңілі ауып отырған мемлекет көп. Өйткені 5 ел мүдделес әрі бауырлас болғандықтан олармен ортақ тіл табысудың маңызы зор. Сарапшылар солай деп ой түйіп отыр. Ал бұл жолы 5 ел басшылары ақш президентімен кездесті. Нью-Йоркте C5+1 саммиті өтіп, Орталық Азияға ортақ тақырыптар талқыланды. Бұдан соң Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен бас ассамблеяның 78-ші сессиясында сөз сөйлеп, төрткүл дүниеге төтеннен төнетін қауіптер туралы айтып, тығырықтан шығатын жолдарды ұсынды. Тақырыпты Нью-Йоркте жүрген әріптесіміз Тілеген Әбішев тарқатады. Біріккен ұлттар ұйымының бас штаб пәтері жер жаһанның назары Нью-Йоркке ауатына апта. Мұндағы тірлікте тәулік бойы тыным жоқ. Әсіресе әр елден келген әріптестеріміз сағат айырмашылығына қарамастан ақпарат жинап әлек. Ресми делегация өкілдері де Орталық Азия ақш саммиті алдында дайындықтарын пысықтап, мәліметтерін соңғы рет саралап салмақтап жатыр. Қырғыз президенті отырыс залына асығыс бет алса, өзбек басшысы дәлізде дипломаттармен тілдесіп жүр. Әні-міне дегенше C5+1 саммиті де басталып кетті. Саммитті алғы сөзбен ақш президенті ашты. Джо Байден кездесуге тарихи әрі ұзақ жылғы сенімді серіктестіктің сетінемеуінің дәлелі деп бір түйді. Ал одан кейін сөз алған қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пайдалы қазбалар, баламалы энергия көздері және өнеркәсіп төңірегіндегі әріптестік әлеуетін арттыру мәселелерін тілге тиек етті. Сосын орнықты даму мақсаттары бойынша Біріккен ұлттар ұйымының аймақтық хабын Алматыда құруға қазақ елінің әзір екенін қадап айтты. Саммиттен кейін Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 78-ші сессиясының жалпы дебатында сөз сөйледі. Бүгінде адамзат баласы бұрын соңды басынан өткермеген аса үлкен сын қатерлермен бетпе-бет келіп, геосаяси қақтығыстардың жаңа кезеңіне өтті. Бұған Біріккен ұлттар ұйымы жарғысындағы халықаралық құқықтың негізгі принциптерінің бір мезетте бұзылуы себеп болып отыр. Құқықтық темірқазықтың жойылуы қазіргі халықаралық қатынастар жүйесіне уақыт өткен сайын ауыртпалық түсіріп, түрлі қарама-қайшылық тудырады. Халықаралық құқықтық құжаттар талабын сақтамау құрдымға жіберу мүмкін. Осы ретте мемлекет басшысы Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымының жарғысының қағидаттарын бұлжытпай орындайтынын қаперге қайта салды. Ал қауіпсіздік кеңесін жедел реформаламаса, жаһандық апаттың алдын алу қиынға соғады. Conflicts persist in many regions of the world. Қабылданып жатқан барлық шешімге қарамастан әлемнің көптеген аймағында қақтығыстар жалғасып жатыр. Біз барлық тарапты Біріккен ұлттар ұйымы жарғысы мен халықаралық құқықтық жалпыға бірдей нормаларын негізге ала отырып, қақтығыстарды реттеудің дипломатиялық жолын іздеуге шақырамыз. Былтыр әлем халқының 10% аштықпен бетпе-бет келді. Бұл да өзекті проблема. Ал Қазақстан азық-түлікпен қамтуда өңірлік хаб қалыптастыруға қауқарлы. Себебі батыс пен шығыс арасындағы көліктер қатынасының 80% Қазақ сахарасы арқылы өтеді. Ал бұл жол тасымал уақытын 2 есеге қысқартып, тауар айналымын айтарлықтай арттыра алады. Өндіріс көлемін және азық-түлік тауарларының экспорты мен импортын қоса алғанда азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі ақпаратпен еркін алмасу ісін жандандыру қажет. Біз халықаралық қауымдастықтың азық-түлік дағдарыстарына төтеп беру шараларын қаржыландыруына ашық мониторинг жүргізуді бірлесіп қамтамасыз етуіміз керек. Соңғы 60 жылда Қазақстандағы мұздықтар 42%-ға қысқарды. 5000 метр шыңдағы температура 0-ге жетті. Жағдайды одан әрі ушықтырмау үшін жасыл экономикаға инвестиция тартуды көбейту керек. Бірақ қазба байлықты пайдалануға субсидия бөлуді тоқтатқан абзал. Қасым-Жомарт Тоқаев климаттың өзгеруімен күрес мақсатында әділетті Қазақстан үшін серіктестік бағдарламасын іске қосуды ұсынды. Су тапшылығында назардан тыс қалдырмады. That water scarcity has created serious economic and other challenges. Біздің аймақтағы су тапшылығынан трансшекаралық өзендер бассейнінде күрделі экономикалық және басқа да мәселелер туындап отыр. Мұндай жағдай бүкіл әлемде байқалады. 2040 жылға қарай суға жаһандық сұраныс ұсыныстан 40%-ға асып кетуі мүмкін. Сондықтан біз климаттың өзгеруіне қарсы күрес жөніндегі шаралармен бірге осы бір маңызды жаһандық мәселені шешу үшін саяси күш-жігеріміз бен экономикалық ресурсымызды жұмылдыруымыз керек. Қазақ президенті халықаралық қоғамдастықты діни наным сенімге бөлінбей, әрі Құранға құрметпен қарауға үндеді. All holy books, including Quran, deserve legal protection against vandalism. Жұрда қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Біз осы жағдайға алаңдаушылық білдіреміз. Исламға және басқа да діндерге қатысты жасалған мұндай тағылық әрекеттерден еркіндіктің, сөз бостандығының және демократияның нышаны білінбейді.
Құран секілді қасиетті кітаптардың бәрі вандализмнен құқықтық тұрғыда қорғалуға тиіс. Аймақтық қауіпсіздікте өзекті мәселе. Орталық Азияның өркендеуіне Ауғанстандағы тұрақтылық тікелей ықпал етеді. Сондықтан президент кезекті рет тәуелсіз мемлекеттер достастығы бойынша Біріккен ұлттар ұйымының аймақтық орталығын құру бастамасын қолдауға шақырды. Тілеген Әбішев, Мақсат Тастанбеков, Асылбек Құспанов, Жібек Жолы, Нью-Йорктен.